Бүгінде Атырау облысының ауыз сумен қамтылу деңгейі 99,9%. Нақтылап айтқанда 155 елді мекеннің 146 елді мекені орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда бұл елді мекендер тұрақты ауыз су пайдаланып отыр. Бұдан бөлек облысымызда 67 су тазарту имараты бар. Біздің мақсатымыз 67 су тазарту имаратын кезең-кезеңмен жаңғырту жұмыстары. Былтырғы жылы Махамбет және Исатай аудандарында 16 су тазарту имаратын бюджеттен қаражат бөлініп жаңғырту жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Құрылыс жұмыстары толықтай аяқталды. Бұл жұмыстарды жалғастыру мақсатында биыл да 14 су тазарту имаратына жобалық сметалық құжаттама жасақталып жатыр. Атап айтсақ, ол Құрманғазы, Махамбет, Индер аудандарында. Атырау қаласының тұрғындарын тұрақты сапалы сумен қамтамасыз ету мақсатында қазіргі таңда 5-ші су сүзгі станциясының құрылысы жүргізіліп жатыр. Биыл құрылыс жұмыстарын аяқтап іске қосу жоспарда. Сондай-ақ Талғайран және Еркінқала ықшам аудандарына су тазарту имаратын қондыру үшін жобалау сметалық құжаттама жасақталып жатыр. Алмалы ықшам ауданына су тазарту имаратының құрылысына қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталуда. Сондай-ақ Атырау облысы су арнасы мекемесімен бірлесіп электролизді су сүзгі станциясын қондырдық. Қазіргі таңда халыққа сапалы су беруде. Бұдан басқа Атырау қаласындағы 72 шақырымды су құбырларын күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 25 шақырым құрылыс жұмыстары аяқталды, жұмыстар жалғасын табуда. Атырау қаласында ауыз су жүру қозғалысын бақылау мақсатында, су шығынын болдырмау мақсатында, сапалы сумен қамтамасыз ету мақсатында автоматтандырылған су есептегіш құралдарын орнатуды былтыр бастадық. Бұл қаладағы барлық ықшам аудандардың көшелеріне қондырылатын болады. Жалпы үйлік су есептегіш құралдар орнатылатын болады. Бұл дегеніміз нәтижесінде электронды түрде диспетчерлік орталыққа сим-карта арқылы, интернет арқылы бақылап отыруға мүмкіндік болады.